Мен Атырауда туып өстім. Оқу орнын политехникумда оқыдым. Жолдасыммен танысып, екеуміз бір-бірімізді ұнатып, қыздың тойы, ұлдың тойы болып ұзатылып, намаз туралы ештеңе білмейтінмін. Дін туралы олдай бұрын не етіп оқыған деп естідім, но потом күйеуге шыққаннан кейін дін туралы вообще ештеңе айтпайтын болды. Менде ол туралы вообще ешқандай ақпарат болмады. Ол кезде діннен алыс болдық та. Сөйтіп күйеуге шықтық. Мен ұзатылып, ол не етіп үйленіп, кәдімгідей той болып екі жақта. Солай достар арқылы таныстық. Сөйтіп күйеуге тидім. Бір жылдан кейін ұлды болдым. Ол жұмыста, мен үйде оқуыма барып келіп, оқуымды бітіріп, сөйтіп арада 6 жылдан кейін 4 бала болдық. 4 баламыз болды. Сосын уже 2015-терде, 2015 емес, бір ұл туғаннан кейін, бірінші балам болғаннан кейін, ол намаз бастаймын деді. Сосын мен қарсылық білдірген жоқпын, бірақ та сен де бірге бастау керексің деді. Сосын барып мен ақпарат жинадым. Ол Құранды оқы, сонда түсінесің деп, сол тікелей Құранды былай нетіп арқылы, оқу арқылы, ешқандай тапсырыссыз, ешқандай түсініксіз, солай бастап кеттім. Содан сөйтіп бастадым. Сосын белгілі бір адамдарды тыңдау керек, барлығын бірдей тыңдауға болмайды деп сөйтіп айтты. Надир Абулхолид, сосын Саид Борадский деген сияқты соларды тыңдау керек деп сөйтіп тыңдап жүрдік. Содан кейін уже 4 бала туғаннан кейін кәдімгідей қатты беріліп оқитын болды. Оған дейін кішкене әлсіреп былай нетіп жүрді. Сонымен дейтін кәдімгідей бір бастағаннан кейін тастамау керек, сөйту керек, бүйту керек деп, кәдімгідей беріп оқу керек, былай оқып жүргеніміз болмайды деп сөйтіп бастады. Сосын бізде үйден енді барлық о кезде дейтін оның отбасынан да, менің отбасынан да ешкім намаз оқымайтын болды. Біздерді қабылдаған жоқ басында. Сол кезде жолдасым әкесіне, үйдің отбасыларына, барлығына бөлек кеткен болатын. Сендер кәфірсіңдер деп. Содан жолдасымның отбасылары шок алып қалған болатын. Сөйтіп бір жылға жоғалып кеткен. Бір жылдай бөлек тұрып неткен, сосын бөлек тұрып неткеннен кейін түсінген, ол жамағат дұрыс емес екенін. Содан кейін намазды қойып, сөйтіп тастап кетіп, менімен танысқан болатын. Содан кейін барып, бала босанып неткеннен кейін барып, мен намаз қабылдаймын деп айтты. Намаз оқимын деп, сосын ислам қабылдаймын деп. Сосын сол ислам туралысында солай өзінің басындағы оқиғасын айтып берді. Ол секта, сондай секта, мен қазір ол сектада емеспін, ол секта дұрыс емес екенін білем деп, мен қазір басқа недемін, басқа жамағаттамын. Ол жамағат осылай тура жол бүйткен сөйткен деп солай айтты. Көптеген қиыншылықтар болды, отбасымен, қабылдамау жағынан бөлек тұрдық, қайтып келіп жүрдік, қайтып кеттік деген сияқты. Сөйтіп жүрдік. Отбасы намаз оқымаңдар деп, орамал шеш, намаз оқыма деп. Мен әке-шешемен де ондай өйтіп неткен жоқ, намазыңды оқи бер, но бірақ та андай жабынып нетпеңдер деп сөйтіп нетті. Міндет тағу дегенде фарыз деп келді. Парыз табу керексің деп. Бет жабуға тоже дейтін желательно деп, иә. Но бірақ та мен жаппаймын дедім. Ондай қыспақтаған жоқ, ондай. Солай. Сосын жұмыс жағынан қиыншылықтар болды. 4 бала бірін соңынан бірін болғасын, жеткізе алмау деген сияқты жұмыс жағынан көптеген қиыншылықтар болды. Намаз оқитындарға бұрын жағдай жасалынбағасын. Мен үйде болдым балдармен. Ол кісі таксиға кетті, балық сатты, сосын жатты. Охрана болып жұмыс жасады. Сондай саудагер болып жұмыс жасады. Солай. Сөйтіп 2014-тің аяғында мына жақтан танитын достары Сирияға кетті деп хабар келді. Сосын о жақтан жағдай жақсы,
отбасыңмен келе бер. Соғыс алаңы басқа жерде, біздің тұрып жатқан жерімізде ондай не жоқ. Қазір отбасымызбен бәрі тұрып жатыр, бала шағалармен келіп жатыр. Ай сайын айлық төленеді деп, үй барлығы не жабдықталған, анау мынау деп солай сөйтіп каждый адамға, мында келген адамның барлығына көмек ретінде солай айлық ақша төленеді деп, солай көмек ретінде деп солай айтылды. Сосын өзім барам, егер жол жақсы болса, онда сені шақырам деп айтты. Мен айттым, егер сен кетіп қалсаң, мен босқа да бара алмай қалам. Мына жақта мені қолдайтын ешкім жоқ, көмектесетін ешкім жоқ. Мен сенімен бірге кетем деп, сол бірге кеттік. Так, жастары точно ұмытып қалдым. Үлкен балам енді бір оқып жатырды ол кезде. Бір оқып, бірде болды, 7-де болды, 6-да болды, сосын 5-те болды, 3-те болды. Сондай. 5-те емес, 4-те болды, 3-те болды. 4 балам. Сол жаққа барған бойда екеуміз екі жаққа бөлініп кеттік. Мен жақтан Астраханға дейін бардық. Астраханнан Турцияға бардық. Турциядан ары қарай Газантеп дейді, сол жерден границадан өттік. Өтуге рұқсат жоқ. Біздерге белгілі бір адамдар алып кетеді деді. Сол жерден күтіңдер деді. Күттік. Сосын келді де айтты, не границадан өтуге анау мынау дайындалыңдар деп. Ана жерден өткенде тезірек жүгіру керек болады деп, балдарды көтеріп, заттарды максимально аз нетіңдер, тек қана керек заттарыңды алыңдар деп. Сосын бір поле болды. Поле болғанда не? Егін бә бірдеме болды. Талдардың арасы. Сол жерден өттік. Сосын бір андай бұлақ сияқты су болды. Содан аттап секіріп ары қарай өттік. Мына тауға жақындасаңдар, ол да Сирияның несі деді, жері деді. Андай сымдар болған сияқты, иә. Әйтеуір не біз барған кезде әйтеуір дейтін не болды? Жаңбырдан кейінгі ма, балшық па, сондай кездер болды. Сосын тауға жеттік. Тауға жеткеннен кейін ешкім тиіспейді болды деп, ешкім атпайды, нетпейді. Нормально неге машиналар болды. Сол машиналарға заттарымызды тиеп, біз где-то 2 машина адам болып бардық сол жерге. 2 машина адам болып, сол границадан өттік. Бәрі қазақ емес, бәрі жан-жақтан. Сол сөйтіп өтіп, 2 жаққа бөлініп кеттік. Жоқ, себебі дейтін ана жақта айтты, бізде дейтін не тек белгілі бір уақытта өтсеңдер, ешкім тиіспейді. Сол уақытта өту керек, біздің не сөйлесіп қойған адамдарымыз бар деп сөйтіп. Солай, содан қорқан жоқпын. Не күтіп барғанда, ана жақта енді дініңді спокойно ұстай аласың. Жұмыс жағынан, не жағынан, оқу білім жағынан ешқандай қиындық болмайды деген сияқты, ешқандай қыспақ болмайды деп, сондай. Барлығы да намаз оқитын адамдар, бір-бірін түсінеді деген сияқты, өзіміз сияқты дініміз спокойно ұстай аламыз деген сияқты, сондай нәрселерді айтты ғой. Және де оған тек қана ол емес, бізге в основном андай нетіп келеді да, награда жақсы, ақшалай емес, Аллахтың алдында награда, сауаптар, үлкен сауапты іс бұл деген, оны дейтін ететін болсаңдар, үлкен жетістікке жетесіңдер деген сияқты, сондай ақпараттар көп болды, жалған хадистер деген сияқты. Енді оны дейтін бәрі хадис деп келгесін, енді жаңадан біздер исламға қабылдағаннан кейін бізге енді бір хадис деп келді ма, білім болмасын, бізге ол ешкім өйтіп хадистің атынан өтірік айтпайды деген ұғым қалып қойғанда, сөйтіп сол нелерге, ақпаратқа сеніп, сондай немен кеттік. Не көргенде, о жақта енді жан-жақтан жиналған адамдар болды. Бәріміз өзіміз сияқты адамдар, тоже. Бәріміз сондай ақпаратпен келген, сондай немен, сеніммен келген, еркіндік нетіп келген адамдар. Сол жан-жақтан бәрі өзінің историяларын айтып, нетіп, бәрі неше түрлі сондай историяларын бәрімізден жиналғанда басында айтатын болды. Ұйғырлар көп болды о жақта. Индонезиялықтар көп болды. Ұйғырларда өте қатты қыспау көп болған. Олар біз сияқты самолетпен немен келе алмайтын болған. Олар көптеген границадан өтіп,
көбі дейтін түрмеге түсіп қалатын не жағдайлар болды деп Қытайдан шығып келіп тұр. Сондай нәрселер көп болды. Соларды өздерінің историяларын айтты басындағы. Сосын біздерді раққа қалып кетті. Сосын ана жақта сұрады, қандай жамағат таңдайсыңдар деп. Осындай жамағат, осындай деп, бәрін не помню, но соның ішінде қазақ жамағаты бар деді. Сосын қазақ жамағаты ғой, енді өзіміз қазақ болғасын деп. Сол қазақ жамағатын таңдадық. Сол жақта өздеріңіз сияқты қазақтың адамдары қарайды сіздерге деп бөлек алып кетті, жолдастарыңа арттан келеді деп. Сосын жолдасымызды күттік, где-то бір айдан кейін келді. Басында бөлек болдым. Содан кейін қасыма тоже Атыраудың бір қызын алып келді. Бір қызымен. Бір айдан кейін келгенде тек қана бір түнге келді ғой. Таңертең тек сұранып кеткенде кешке қарта келді. Таңертең таңда анда болу керекпін деп. Сонда айтты, уайымдамаңдар, бәрі жақсы болады. Барлық келген ер адамдардың барлығы осылай дейтін муаскерде айтады, оны әскерден өту керек. Сол әскерден өткеннен кейін үнемі сендердің қастарыңда боламын деп. Әскери дайындықтар, иә? Иә, әскерге дайындықтар. Сондай нәрселерді айтты. Сосын біздер сол сәтті күттік. Сосын шыдаңдар, сендерге бүткіл жағдай жасайды, көмектеседі, егер бір жағдай болса нетсе деп. Енді ортада ешқандай телефон ештеңе болған жоқ, хабарласып тұратын. Если нағыз бір жағдай болып қалып жатса, айтарсың, маған жеткізеді деп. Сөйтіп айтты. Сосын сол басқа ештеңе мұқтаж болып жатқан жоқсың ма, қандай проблем болып жатыр, қиын болып жатқан жоқ па деп сұрады. Болды сол. Енді өздері ғой енді барлығын әкеліп, тамағын да, несінде, тағы қандай нелер бар, керек жарақтарың бар деп сұрайды. Басқа да керек жарақтарың болса деп ақша тастайды. Барып мына жерде базар жақын, базардан керектерін алсаңыздар болады деп сөйтіп тастап кетеді. Бұл кездерде тек қана дайындық деді. Дайындықтан өтіп жатыр, біздерді қазір оқытып жатыр, діни білімдер үйретіп жатыр, былай әскери білімдерді үйретіп жатыр деп. Басқа ешқандай ондай ақпараттар айтқан жоқ, сондайларды айтты да. Содан кейін барып сендерді басқа неге көшіріп қалуы мүмкін деді, ауылға. Қазақтардың тұратын жеріне сол жерге көшіру мүмкін деді. Сосын сол жаққа қарай если что барасыңдар деп. Сосын мен айттым, бәріне ескертіп айтып қоясың, мен балдарым қасымда болады деп, потому что балдарым өскеннен кейін, үлкен болғаннан кейін әйел адамдар көбінесе андай нетіп, үлкен балдармен тұрғысы келмейді. Сосын барлығына ескертем деп. Балдармен бірге сол бір ауылға бардық. Ауылға барғаннан кейін апарды. Сол жақта 3 әйел адам болып, олар бала шағасымен, мен бала шағаммен сөйтіп бір шарбақта 3 үй сияқты, 3 комната бар ғой, сондай үйде тұрдық. Соған орналастырды. Содан кейін жолдасым сол жаққа келді. Біздерді неге шекараға жіберіп жатыр деп. Біздер енді шекараға барамыз, сол жақта шекарада боламыз. Ол жақта тыныш дейді, мынау деп сөйтіп бір күнге келіп кетті. Демалыс деп бізде. Бірақ та күн жағына сол шаруалармен, үйдің шаруасын реттеп, біздерді орналастырып, керектерімізді алып беріп деген сияқты сөйтіп орналастырып кетті. Бір күннен кейін келесі күн таңда кетіп қалды. Содан где-то бір демалыс өткеннен кейін ба келіп кетті. Тек қана 2-3 сағатқа ма сондайға келіп кетті. Содан кейін келмеді. Иә. Майдың 18-інде хабар келді одан. 2015. Соңғы келгені сонда айтты, біздің тұрып жатқан жерімізге не болып жатыр, шабуыл болып жатыр деп. Бірақ та шабуыл болып жатыр. Бірақ та уайымдамаңдар, бәрі жақсы, біздерге көмектесіп жатыр жан-жақтан деп сөйтіп айтқан болатын. Сөйтіп олар бізге хабар келді, 18 күні окружениеда қалып қойды деп, оларды қоршап алды деп. Ешкім аман шыққан жоқ деп, тағы да хабар күтеміз деп. Содан күтті хабар бір аптадай. Сосын ішінен бір адам шықты деді, аман есен. 3 күннен кейін жаяу дедіп. Сол кісі келді де, содан бәрі сұрады ғой. Мен күнде сұрап беріңізші дедім. Мен жолдасымды көрдім екен деп. Көрді, 2 жерден оқ тиген деді. Оқ тиген жерде жатқанын көрдім деп айтты дейді. Көрген жоқ. Қайдан білейін.
сол жақта қалды ғой. Тело вытаскивать ететін возможность болған жоқ, себебі қоршауда қалды, төбеден самолетпен етеді. Даже не пытались даже. Потом естідік, что это было подстава. Но знали, что ана жерде қоршауға алатынын. Мына жақтан көмек жіберген жоқ. Бір жыл өткен емес, біздер где-то марттарда келдік па, одан майда хабар келді. Маған қайту керек деген ой келгенде, енді бәрінде сондай жағдай болып отырғасын, солай болу керек деген андай ұғымды, идеологияны құйды. Балдарым үлкен болғасын, біздер бір үйде басқа әйелдермен тұра алмайтын болдық. Сол жағынан өте қиын болды. Балам енді ол кезде 7-тен кетіп 8-ге толып отырған кезі ғой. Так, сол кездерде сол жағынан қиындау болды. Көп әйел адамдар енді өздері жеке неткісі келеді, өмір сүргісі келеді, неткісі келеді. Менің балдарым енді үлкен ер адам сияқты қарайды, андай үлкен бала ол деп болмайды деп. 9 айдан кейін бір кісіге тұрмысқа шықтым. Қалай тапқанда қасымда дейтін бір не болды, әйел адам болды. Сол айтты, осындай кісі бар. Үлкен кісі болғанда 6 жастай үлкен. Көркем мінезі сондай дейтін. Сабырлы сондай кісі деп. Сен өзің балдарыңа жақсы деп, андай сондай адам іздеп жүрсің ғой деп. Сосын айттым, танысып көрейін деп. Танысып көрдім. Нелері сөйлеген, нелері сабырлықтар ұнады. Сосын сол кісіге тұрмысқа шықтым. Жоқ, шешен болды. Сосын сол кісіге тұрмысқа шықтым. Ол кісі балдарыма өте жақсы қарады, өте жақсы қорғады. Сол кісінің қорғауының арқасында балдарым аман есен. Где-то ол кісімен 2 жыл жарымдай өмір сүрдім. Үлкен балдарға ол кезде тоже әскерге алып кететін болды. Әскерге по желанию бересің. Ана жақта сабақ үйренеді, анау мынау деп. Мына жақта әйел адамдардың қасында отырғанша деп сөйтіп ететін болды. Жолдасым балдарды үнемі мен қасымда ұстайтын, өзімен бірге алмайтын. Мен сонда айтатынмын, таңертең кешке мен қасымда, сондай әскерге бірдемеге берейік, сабаққа берейік деп. Жоқ, ондай ештеңе бермей қойшы деп нететін. Сол кезде ол сезіп жүрді, что-то не то екенін. Ештеңе бермей қойшы, құттай шыдашы деп. Өзімен бірге де алып кетпейтін, себебі опасность бар. Мен кетіп қалсам, бала қараусыз қалады деген сияқты. Или бала бірдеме болып қалса деп. Сен қасында болсын деп, маған барынша безопасное место нететін. Андай бомба не еткен кезде окопта деген сияқты сондай үнемі қайда барсақ та сондай нені қарастырып сөйтіп нетіп жүретін, жағдайым жасап жүретін. Шабуыл бірден болады деп жатқан жағдайда сразу бізді алып кететін. Ер азаматсыз қиын болды ол жақта. Тем более үлкен ер балдары бар адамдарға. Күштеп алып кетпейді, бірақ та андай жан жақтан давка болады да. Қолаң өсіп кеткен ғой, әйел адамдардың қасында жүрма деген сияқты, сондай бершиш деген сияқты сондай нәрселер болатын болды. Сол жолдасым где-то 1 жылдан кейін, күйеуге шыққаннан кейін 1 жылдан кейін жайлап айтып бастады. Что-то маған мына жақтың нелері, политикалары, тактикалары, нелері ұнамайды деп. Жесір әйелдерді базарға апарып, больницаға апарып, сөйтіп қарайтын болды. Көмектесетін болды. Балдарды көмектеседі, сөйтіп жүретін болды. Омыртқасымен проблема болды ол кісіде. Андай ауыр салмақ көтере алмайды, нете алмайды деген сияқты. Сол себептен ондай нәрселерге қатыса алмады. Сөйтіп әйелдердің қасында көмектесіп жүрді. Тоже қазақ жамағатында болды. Көптеген нәрселер ұнамай бастады. Бәрін енді өзі соғысқа қатыспаса да, енді соғысқа қатысатын адамдармен сөйлеседі ғой. Енді өзі сондай адамдарды медицина, неге больницаға солай апарып жүреді. Сонда қасында бір не болды. Лизгин ба, бір хирург бір кісі болды. Сол кісімен жүретін болды. Соны енді ол орысша и арабша білетін болды. Сонда ана кісіні тасиды. Сонда ол кісі айтты дейді, мен мына жақта түсінбейтінім дейді, біздер әскерден келген раненый адамдарға, жарақат алған адамдарға біздер жағдай жасау керекпіз ғой дейді. Мына жақта наоборот состояниялары ухудшаться етіп,
калека болуп калууга наоборот жагдай больше жасалынып атыр дейт да. Себеби мына жакта банагы неге ранение алган адамдарга көбүнесе сондай хирург болгонсун, сол жакта сондай адамдар менен этетін болгон го. Барлығының ранасын қарасам, бәрінікін бірдей қылып тігіп тастаған, андай дұрыс тікпеген. Сосын барып перевязкаларын дұрыс жасамайды. Дәрі-дәрмектерін дұрыс бермеген, бәрінікіні бірдей деп сондай нетіп, сөйтіп айтып неткетін болған. Сол мен күйеуім де ойланып қалып, сөйтетін болды. Жауға жіберетін адамдардан тоже сұрайды ғой, бәрін қалай болды, не болды, қалай барып келдіңдер деп. Сонда айтады да, бізге ясное дело, что олар дейтін ана жақтан біздерді қырып тастайды. Иә? Спокойно қырып тастайды. И соны біле тұра, сендер сол жерге барып, нету керексіңдер. Устоять, тұру керексіңдер сол жерде. Деп жібере береді дейді да. Андай жағдай жасалынбайды, андай қулы айлы тактикалар қолданбайды деп. Солар ұнамайды маған деп. Көп жағдайларда естейді, окружениеда қалып қояды. Окружениеда қалып қойғаннан кейін о жаққа көмек жіберілмейді. Солар, на самом деле көмек жіберетін возможность бар деген сияқты. Соларды байқап жүрген, что-то ұнамайды деп. Сосын ұнамаса онда кетейік деп нететінмін. Иә, қауіпті болды. Екінің біріне ашық айта алмайсың оны. Ұнамаса кетейік деп неттім. Мен сосын айтты, бізде кішкентай бала бар, бала көп. Екеуміз болса, спокойно кетер едік. Жүгіру жағынан, нету жағынан, қашу жағынан проблем болмас еді. Енді балдар болғасын, о жағында проблем болады деп айтты. Ол кезде 5 балам болды. Сосын айтты, мен өзім нетем деп, қай кезде момент не болады, сол кезде міндетті түрде хабар берем, айтам, қастарыңдамын, ешқайда кетпеймін деп нетіп жүрді. Сосын жағдайымыз өте қиындады. Бала шағасы Россияда қалды. Иә, болды. Ол өзі жалғыз өзі келген болатын. Иә, өз бетімен кетті, еще оларға да андай толком айтпаған. Бірінші өзім барып көрейін деген сияқты, тек шет жағасын айтқан ғой, мен ұзаққа кетіп бара жатырмын, если что хабарда болыңдар, бір жақта нетем, көріп келем, нетем деп. Жолдасыңмен, семьяңмен, балдармен хабарластың ба деп сұраймын. Иә, хабарластым, бәрі жақсы, осылай деп. Айттың ба, жеткіздің ба дегенде, иә, жеткіздім деді. Қалай қабылдады? Нормально деді. Шығудың ыңғайын кетіп жүрді, бірақ та бір күні қасындағы досы 3 баласын алып, әйелімен мотоциклмен жолға шығады. Жолға шығады да, түнде шығады, таңда минаға жарылып келеді. Әйтеуір аман болады, бірақ та раненый болады. Сосын айтты, не көріп тұрсың ғой, рисковать ете алмаймыз деп. Жерде мина бар, не бар, қазір бәленбаймен ақшаны беріп, біреуге сенім артып, етсек те ол кісі дейтін тастап кетіп қалуы мүмкін, тіл білмейміз екеуміз деп. Содан сөйтіп рисковать еткен жоқпыз. Айтып жатыр да, мүмкіндігі бар деп, бірақ та сенімсіз деп. Біздің жағдай дейтін ухудшалось, күннен күнге жағдайымыз нашарлады, жеріміз кішірейді, бір кішкентай жерге жиналдық бәріміз. Уже сол кезде жолдасым айтты, біздерге дейтін шабуыл жасанып жатыр, сендер қашып үлгермейсіңдер, біздер оларды тоқтату мақсатында, сендер қашып үлгеру мақсатында біздер неге шекараға шығамыз деді. Сосын жолдасым кетіп қалды, таңертең кетті, кешке қарай хабар келді, ол кісі жоқ деп. Енді бізге шабуыл жасап жатыр ғой, біздің отырған жерімізге. Енді кісі көп, біздерді алып шыға алмай жатыр. Сол үшін шекараға банағы адамдарды ұстап қалу, тоқтату мақсатында сол жерге жіберіп кетті. Сосын біздер қашып шығып үлгердік, кейбіреулері шыға алмай қалды. Жаяу жүгіріп, машинаға сыймай, жаяу жүгіріп қашып үлгергендер үлгерді деді әйтеуір. Мен танитындардан, бірақ та қалып қойды, бүйтті деген адамдар болған жоқ. Біздерді аманаттап тастап кетті, танитын адамдарына. Жолдасым, мен отбасымды дейтін шығарып ал деп.
Сосын айтты, қазір бір машина келеді, сол машинаға заттардың барлығын тиеп, балдарыңды тиеп отыр деп. Сосын не тиеп келді, біздер отырдық, кеттік. Содан кейін хабар келді, айтты, жолдасыңыз қайтты сол жақтан деп. Сол жақта дейтін көп ұзақ болған жоқпыз, декабрьге шейін болды. Біздер неге шейін январьдың аяғына шейін сол жерлерде болдық. Точно білмеймін, таудың қасына бардық әйтеуір. Біздің бұрын тұрған жеріміздің барлығын жаулап алды, содан кейін тынышталды. Біздер осы жерде болдық, таудың қасына жақындадық. Біздерге ескерту айтты, қол көтеріп шығыңдар, сол кезде аман қаласыңдар, қайтып шабуыл жасаймыз деп. Сосын барып қол көтеріп шыққандар болды, бірақ та олардан хабар келмеді. Олар тірі ма, білмейміз да, қандай жағдайда, балдарымен ажыратты ма, или не ма, жағдай жасалынды ма. Бірақ та біздер курттар айтты да, біздерге не еттіңдер деп, сдавайтесь деп. Көбі солай сөйтіп, басқа амал болмасын сөйтіп сдаваться етіп кетті. Бірақ та солардан хабар күттік, может бір хабар келетін болар деп. Хабар келген жоқ. Енді жолдасым айтты ғой, балдармен рисковать етпе деп, көптікпен бірге жүр деп, балдарға сақ бол деп. Сондайтын сол ұстанымды ұстап, көптікпен бірге болдым. Ешқандай тамақ ауқат болған жоқ. Адамдар сол жерге келді ғой, бана заттарымен, несімен, сонымен өмір сүрдік. Сосын кетіп баратқан адамдар өзінің ауқаттарын, нелерін тастап кететін болды. Сонымен өмір сүрдік. Үй жоқ болды ол жақта. Өзіміз сандай неден палатка сияқты тігетін болдық. Сондайда өмір сүрдік. 5 бала. Жолдасым кеткеннен кейін аяғы ауыр екенімді білдім. Қасына қарай жақындадық, таудың қасына. Уже жан жақтан атып бастады. 4 жақтан атты. Су алмайтын болдық судың қасынан. Судың қасына барғанда снайперлер ататын болды. Сөйтіп жағдайымыз өте қиындады. Төбеден лақтыратын болды, жерден өртенді. Көп адамдар кетті, прям көз алдымызда кетіп жатқанын көрдік. Сосын қасымда дейтін татарка бір сестра болды. Сол сестрамен бірге үнемі бірге болдық. Сосын аяғыма жарақат алдым. Жүре алмай қалдым. Оқ тиді. Автоматтың оқы тиді. Мен жүре алмадым. Сестра қолына жарақат алып, ол ештеңе жасай алмайтын болды қолмен. Сөйтіп, екеуміз бір-бірімізге көмектесіп бірге болдық. Ода 2 бала болды, менде 5 бала. Сонымен шекараға таудың қасына жақындадық. Таудың қасына жақындағаннан кейін енді оның алдында да біліп жүрдік қой. Айналада бәрі подстроено, бәрі политика екен біліп жүрдік қой. Ана таудың қасына барғанда әбден көзіміз жетті. Себебі түнімен атты. Таңертеңнен бастады, түнге шейін атты. Еркектер енді дейтін андай раненыйлар ғой. Шамалары жоқ сондай. Берілсін деп сондай мақсатта атып жатыр. Беріліп шығып кетейік десек, енді атып атқан адамға қалай беріліп кетесің? Сол жағы қорқынышты болды да. Балдарым болғасын. Көбінен естейтінім, енді ананың ең қорқынышты жері баласынан айырылу ғой. Үлкен балдары бар әйелдің балдарын міндетті түрде алып кетеді деген. Менің ең қорқынышты нем сол болды. Балдарымда енді 2 қатар болды ғой. 2 үлкен болғасын, ер балдар болғасын, балдарымды алып кетпесін деп қасымда ұстадым. Содан соңына дейін сол жерде азғантай шамалы адамдар қалды. 1000-дай болады. Бәрі дейтін ана жерден уже раненый, бәрі сондай жағдай болды. Сол жерге келдік, неше түрлі ұлттың адамдары болды, көбінесе арабтар болды. Сол түнімен таудан бізге атқан адамдар, бана біздің қасымызда көмектеседі деп жүрген адамдар, енді бар қалған ер адамдар ғой. Солар таудағы адамдармен әңгіме айтып тұрды. Содан уже білдік, бәрі бір-бірімен уже связано, сондай біздер екі ортада
сондай не болдық деп. Сосын пришлось сдаваться. Сосын КамАЗбен келді. Мындай КамАЗдар, фуралар. Фура келгеннен кейін айтты, кім сдается, фураға кірсеңіздер болады деп. Сосын бардық, фураның қасына бардық. Сол жерден тексеріп кіргізеді. Сосын сол жақтан не бастарыңды көтермеңдер дейді, отырыңдар. Сосын ар жаққа тағы да бір шекараға барғанда тоже бір тексереді. Сосын солай курдтардың лагеріне алып келді. Курдтардың лагері, бірақ та американецтер болды, солдаттар. Тексеріп нетті. Американец солдаттар болғанда, қалай айтсам болады. Ан жақта американецтер как будто охрана сияқты болып тұрды. Медицина жағынан көмектесті. Андай, біздер тек қана көмектесушілеріміз деген сияқты болып тұрды. Мен енді аяқ ауыр болғасын, өте қатты әлсіреп қалдым. Тамақ жейтін тамақ болмағасын. Қатты әлсіреп қалдым, тұра алмай қалдым. Сосын екі баламды тамақ сұрауға жібердім. Мынадан, бір арабтардан тамақ сұрап келіңдер. Мамам ауырып жатыр деп, сөйтіп тамақ сұрап келіңдер деп. Сосын бөріде бір уақыттарда кетіп қалды. Оның алды қатты дейтін бомба лақтырған болатын. Түнімен бомба лақтырған болатын. Сосын таңертең тұрдық. Таңертең тұрғаннан кейін қатты әлсіреп қалған болатынмын. Балдарымды жібердім. Тыныш бекен, тамақ болса, тамақ сұрап, алысқа кетпеңдер бірақ та деп. Бір мезгілде бәрі шулады. Сосын балдарым жетіп келді. Мама, ан жақта дейтін тамақ бар екен. 2 КамАЗ фура тамақ жарылған екен деп. Соның ішінен тамақ алып жатыр деп. Бізде барып алып келейікші деді. Мен айттым, жоқ, бармайсыңдар деп. Ол жерде дейтін тағы да дейтін жару мүмкін деп. Кісі көп жиналғанда. Жоқ, не қасымызда үлкен танитын кісілер бар. Сол кісілермен барып келейікші деді. Сосын алысқа кетпеңдер, танитын кісілер барып келсін, сендер солардан алыңдар дедім. Содан мен айтқанымды тыңдамай, балдарыма бермеген болып тұр ғой енді. Балдарыма бермегесін, балдар өзіміз барып аламыз деп, сол фураның ішіне қарай кеткен. Фураның ішіне барып, сол жақта енді бізде енді аштық болды ғой, енді ешқандай тамақ болған жоқ, оның алдында бір айдай бойына вообще тамақ жоқ деді. Оказывается, оларда өздерінде прям 2 фура прям тамақ болған. Ішінде соғы керек па, шоколады керек па, неше түрлі ұны керек па, сүті керек па, бәрі. Бұл жақта аштықтан балдар өліп жатырды. Сондай несправедливостьтер көп болды. Сосын сол жақтан балдарым нелер алып келді. Келке, варенье, финики, шоколадтар, соктар, сондай толтырып алып келді. 2 балам. Мама, ан жақта көп прямо деп бар ғой. Тағы да барайықшы деп. Мен қатты қорықтым. Жоқ, бармайсыңдар деп. Мен барып қарайыншы деп, кішкене әлденіп алдым да, тамақты кішкене жеп әлденіп алдым да, шықсам ан жақта дейтін сау жер жоқ. Адамдар тірілей өртенген, бәрін бомбалап тастаған. Прямо мотоцикл, машина, бәрі өртеніп жатыр. Малға шейін бәрі дейтін қақшиып өртеніп жатыр. Сосын айттым, жоқ, ар жақта курдтар тұр, олар любой момент ату мүмкін. Сондай моментті күтіп нету мүмкін деп. Айтқанымша болған жоқ. Ол жерге қайтып бомба тастаған, 40 адам кетті. Сосын сол жерден фураға тастаған тағы да. Сөйтіп 40 адам кетіп қалды. Аллаға шүкір, балдарым қасында болды. Сөйтіп ол тамақты где-то 3-4 күнге жеткізіп, одан кейін қайтып тамақ жоқ. Сосын балдарым көп адам енді ол жерде қырылып қалғаннан кейін көп адам бәрі кетіп қалды. Ан жер елсіз дала болып қалды. Аннан тамақ іздеп, мынан тамақ болған жоқ. Балдарым айтты, тағы қайтып барып көрек фураға деп. Анда бірең сараң адамдар барып жатыр деп. Мен өзім барып келем, сендер осы жерде болыңдар деп тастап кеткен болатынмын. 2 балам қоймай, мама, сен дейтін жүре алмайсың ғой деп, артымнан келді 2 балам. Жақсы деп бардық. Барсақ енді бәрі өртеніп кеткен ғой.
казып ана бетинде дейтін несі күйігі астында бар екен тамақтар. Но бірақ та енді өртенген, сондай ішіне ойладық килка бірдеме тапсақ па деп. Сөйтіп кірдік. Өзім енді фураға көтеріле алмайтын болдым. Балдарым мініп ішінен нетті, қазып жатырды. Сосын қазып жатқаннан кейін айналада бір-екі өлікті көргеннен кейін шошып кеттім де жаңадан жатқан. Сосын айттым, что-то не то, мына жерде дейтін атып жатқан сияқты деп. Айтқанымша болған жоқ, тарс еткізіп атты. Сосын тоқтамастан атты. Сосын сол жерден тығылып, екі баламмен қашып үлгердім. Сосын қайтып келдік. Қасымыздағы адамдардың барлығы енді тамақ іздейді ғой, енді солармен біргеміз ғой. Сосын тауға қарай жақындап, жайлап, сөйтіп тауға жақындадық. Сонымен курттарға сдавать етіп, беріліп, ана жаққа барғаннан кейін палатка берді, тамақтар берді. Жағдай, ондайларды естідім, бірақ та өз көзіммен көрген жоқпын, себебі айттым ғой, жолдасым барлық жағдайым жасады да, даже балдарымды да шығармайтын болды. Мен де шығармайды. Үйге көп адамдардың келгенін қаламаймын деп нететін болды. Себебі іште что-то не то деп андай айтып жүрді. Даже мына жақта біздің өзіміздің еген адамдардың ішінде бөліну көбейіп кетті деп. Сондай нәрселер көп. Сол себептен андай көп ешкімге ештеңе айтып, мындай нетпеш деп сөйтіп нететін болатын, сұрайтын болатын. Сосын соның айтқаны бойынша ешқайда шықпаймыз. Мешіт үйдің қасында болды. Балдарым тек мешітке барып келеді, магазинге барып келеді, сондай болды. Аллахтың қалауымен ешқандай последствия болған жоқ. Оның барлығын айтсам болады. Балдарым сабақ ретінде қабылдады. Сабақ алды, көптеген сабақтар алды. Себебі әкені жоғалту, шешеден де жоғалып кетуі мүмкін деген сияқты, айырылып қалуы мүмкін деген сияқты, аштықты да көрді. Елін бағалап, мысалы, өзің тұрып жатқан жеріңнің болуы қаншалықты екенін, еліңнен, жеріңнен, әке-шешеден айырылып қалу қаншалықты екенін барлығын көрді көзбен. Соның каждыйның бағасын түсінді балдарым. Әрбір затты бағалап біледі қазіргі таңда. Себебі айтқан сөздеріне, несінен түсінікті андай. Көп, мысалы, қазір жастардың ортасында, енді қазір подростық қой балдарым. Жастардың ортасында андай қызығушылықпен, қызбалықпен, андай нелемен көп андай нелерге беріледі да. Мысалы, денсаулыққа не келтіретін, энергетик деген сияқты, темекі деген сияқты, сондай нәрселерді, алкоголь деген сияқты, солардың барлығын зияндықтарын, несін түсінеді, біледі. Сосын андай төбелес, не деген сияқты, ондайларға жолағысы келмейді. Ондайларға уже біледі да, түбі жақсылыққа апармайтынын, адамның өмірі қаншалықты бағалы екенін, бостандықтың қаншалықты бағалы екенін, соның барлығын түсінеді, біледі. Саналы түрде ондай нәрселерге нетпейді, жоламайды, бармайды. Жоқ, ондай нәрсе болған жоқ. Тек қана ақшалай көмек сұрағаным болды. Осындай қиындық болып жатыр. Егер мен 5 баламен шығу үшін өте көп ақша керек. Солдай ақшамен көмектесе аласыңдар ма деп. Үйдегілер ондай ақша жоқ деді. Содан байланыс үзілді. Содан кейін байласқан жоқпын. Бір рет сұрап көрдім, уже өзім де білдім негізі дейтін, ол не вариант екенін, өзімнің, семьямның жағдайын білемін ғой. Бір жағынан өзім де андай адаммын да, біреуден бірдеме сұрап, біреуді қинап, еткенді ұнатпаймын. Біреуге салмақ салғанды, сондайды ұнатпаймын. Даже мен мына жаққа келсемде де әке-шешемнен андай проездге тыйым бер, бейт, сөйт деп айтып көрмедім. Өзім басыма түсті ма, өзім нету керекпін, көтеру керекпін деген сондай ұғым.
басында неде жіберді, анжақта енді аштық басталып жатқан кезінде бүткіл тамақтар сондай барлығы дейтін керек жарақтың барлығы қатты қымбатсыған кезде сонда ақша сұраған болатынмын. 500 мыңдай жіберді. Менің өзімнің әкем мен атам екеуі қосылып жіберген болатын. Бірақ та ол ана жақта барлығы қымбат болғасын азғантай нәрсеге жетті. Соның өзіне Аллаға шүкір жеткіздік. Лагерьде где-то мартқа шейін болдық. Марттарда келді. Мен бірінші жусан кезінде, екінші жусан кезінде бара алмадым. Себебі лагерьдің ең шетінде болдым. Өзім жарақатталғасын болғасын, аяқтан жүре алмайтын болдым. Үшінші жусан келіп жатыр дегенде сонда бардым. Ешкім емдеп көмектескен жоқ. Өзіміз сол кезде андай не болады, өзіміздің аптечкамыз. Сонымен күн көрдік. Физически жете алмадым. Енді балдарымды жіберейін десем, олаған сұрақ қояды, нетеді, по-любому мені алып кел дейді. Бір жағынан андай нелер ана жақта қорқытып бастады да, ана жаққа барған адамдардың барлығын отырғызып тастайды деп, по-любому отырасың деп. Сол себептен әлі кішкене морально дайын болған жоқпын. Содан кейін уже кішкене состоянием жақсарғаннан кейін өзім сознательно бардым. Ана жаққа барғаннан кейін сразу сұрадым, бізді отырғызып тастай ма деп. Все возможно, да? Келсем дедім. Әйтеуір балдарым безопасный жерде болады ғой деген ниетпен бар. Көп нәрселерді сұрады, намерение сұрады, нені сұрады деген сияқты. Бірақ та ондай прям отырғызатындай ештеңе себеп жоқ деді. Енді ол кезде ақылы суна дейді ғой. Сәләф деген қандай деп түсінбейтінбіз. Содан кейін мына жаққа келгеннен кейін барып естідік оны. Негізі ол жақта өзіміз ұстанып жүрген енді ақылы суна деп айтатын болды. В основном вахабтың нелерін тыңдайтын болды. Намаз оқымайтындарды кафір деп айту, анау-мынау қабылдамау. Сондай нәрселер көп болды, ондай түсініксіз нәрселер. Даже біреуді кафірге шығармаса, ол кафір болып есептелінеді деген сияқты сондай нәрселер, түсініксіз нәрселер көп болды. Ханафи мазхабын ұстанамыз. Одан кейін көптеген Ақтауға келгеннен кейін бір ай бойына балдармен, бізбен бірге дейтін көп жұмыстар болды. Сол жұмыстардың арқасында ортаға кіріп кету, ортаға сіңісу, адаптация болу жеңіл болды. Себебі біздер ең басында бардық дедім ғой. Барғанда біздерге енді керек жарағымыздың барлығын берді дедік. Сол кезде одеялымызды, матрасымызды, ыдыстарымызды берген болатын. Ол кезде енді темір кружкілер, темір тарелкілер, одеял серый, матрас, чайник, газовка. Соны біздер курттарға барғанда тап сондай ыдыстарды, тап соны берген болатын. Уже мына жақтың адамдарда, бізге бана көмектескен адамдарда, мына жақтың адамдарда бәрі бір екеніне көзім жетті. Политика болғанына. Бәрін саясат деп есептеймін. Себебі бізді жан жақтан қысып, окружениеге алып, уже болды деген кезде, банағы біздің сенген амирларымыз, нелеріміз, басшыларымыздың барлығы қордағы бүткіл ақша, қару жарақтың барлығын алып жан жаққа кетіп қалған болатын. Білмеймін, енді ақыл есі дұрыс адам бір жасаған қақыл қателігін екінші рет жасамайды деп ойлаймын. Басымыздан өткеннен кейін барлығын рисковать етіп, оны қайтып істеу енді білмеймін, ақымақтық болады сияқты. Адам өз-өзіне байланысты. Ислам діні өте жеңіл. Бұл жаққа келгеннен кейін осы турасында көп іздендім. Көптеген ақпараттар берді. Біз мына жаққа келгеннен кейін әкеліп тек ол жаққа міне болды орта осы деген сияқты әкеліп тастаған жоқ. Бізбен жұмыс жасады, түсіндірді, таңдау берді, таңдау өздеріңде деп. Өз таңдауын жасадым. Бұрынғы дұрыс сияқтау деген сияқты ондай күмәнда жоқ. Жоқ, ешқандай реніші жоқ. Барлығын как есть түсіндіріп айттым. Балдармен всегда ашық сөйлесем. Алдағы уақытта сондай нәрселер қайталамауын. Енді өзім басымнан өткеннен кейін балдарым үшін уайымдайсың ғой. Балдарымның ұстанымы туралы,
бұрынғы ұстанымдарымыз қате болды, осылай болды, ол жақта бәрі политика болған, саяси болған деген сияқты барлығын түсіндіріп жеткіздім. Қазір екі үлкені ғой основном естерін білетін. Одан кейінгі балдар дұрыс есін білмейді. Солай түсіндіріп айтам. Егер намаз барлық адамға парыз етілген нәрсе, балағат жастан бастап өлгенше парыз етілген нәрсе, енді ары қарата бір бастағаннан кейін қоймауған жақсы деп, енді өздерінің ұстанымдарың бойынша егер алып кетемін, оқып кетемін дейтін болсаңдар, бір оқып барынша тастамаған жақсы деп. Соны сөйтіп айттым. Өздері айтты, жоқ, біздер оқимыз, өзімізге ұнайды, намаз оқимыз. Ол бізді дейтін жақсылыққа тәрбиелейді деп, адамның өзіне байланысты. Мен соны айтам, дұрыс білім алыңдар деп. Ислам турасында дұрыстап білім алыңдар. Енді бұрынғы ненің барлығын біледі ғой. Барын білгенде енді қалай айтсам болады, бұрынғы ұстаным енді анау кәфір, мынау кәфір деп андай не болды ғой, ұстаным болды ғой. Ондай нәрсе емес. Ол барлығы бұрын сондай идеология бізге берген. Ал қазір ислам дінінде қазіргі имамдар бар, нелер бар, еще және де мына жақта шапағаттан неден білімдер берілді ғой. Уже балдар түсінді да, дұрыс емес екен. Қоғамда ондай нәрсе болмайтынын, және де ислам дінінде ондай нәрсе бөлшектеу болмайтынын, соның барлығын қабылдады. Дұрыстап қарады. Өздерінің шешімдері намаз оқимын дейді. Қабылдап өздеріне намаз оқиды. Айтқым келетіні, адам өзінің өмірін ысырап етпей, бағалап, енді қарап отырсаң, жастық шақ қой енді. Балдардың балалық шағы. Өзің өмірің жақсы енді. Өзің өмірің. Но балдардың өмірі енді ойлану керек та. Әрбір адам айтқанына кетпей, ермей. Менде қанша жерден жас кезімнен шықсам да, балдар мен үшін самый бағалы нәрсе. Қазір 6 балам болса да, балдарым үшін бәрін жасаймын. Олардың болашағы үшін менің қайталаған қателігімді қайталамасыншы. Менің көрген қиындығымды көрмесінші. Әрбір ата-ананың несі ғой. Но бірақ та өзім ұстаным сол балдарым үшін. Оларға дейтін барымша жеткізуге тырысамын. Не только что дінде, ол дейтін политика деген любой жерде болуы мүмкін. Оның құрбаны любой жерде болып қалуы мүмкінсің деп. Сол үшін любой дейтін ағымға, любой ортаға кірердің алдында дұрыстап ойлан. Айналаңда тек жақсылыққа шақыратын адамдар болсын. Доссыз қалып қоям, жақындарсыз қалып қоям деп, андай любой неге ілініп кетпе деп айтам да. Одан қорқпа. Сен өзіңе берік болсаң, сен өзіңе сенімді болсаң, білімді болсаң, сен любой жерден шығасың. Любой жерден өз-өзіңді алып шығасың. Самый главное, сенде ұстаным сондай болсын деп балдарыма үнемі айтып отырамын. Сендердің қазір уақыттарыңда бізде ондай возможность болған жоқ. Енді өзім көп балалы отбасыдан болдым тоже. Қазір сендерде мүмкіндік көп. Интернет бар, не бар. Соны пайдасына пайдалан. Дұрысымен пайдалан. Қазір сендерде возможность білім алу. Білім алып, ертең болашақта үлкен пайдасын тигізеді. Білім никогда артық болмайды. Сол балдарымның қазір болашағы үшін барынша тырысам. Ол адамның өзі идеологиясына байланысты, адамның өзіне байланысты. Менің түсінгенім бойынша, сен орамалмен бол, басқамен бол. Адам өз-өзін егер дейтін айтады ғой, если хорошо нетсең, подаешь, сен солай қабылдайды. Сен егер өз-өзіңді жаман немен, қылықпен, немен көрсетіп берсең, сен солай қабылдайды. Бұрында енді біздер андай болды ғой,
қатайған болдық. Өзіміздің идеологиямызда қатып қалған сондай адамдар болдық. Бұл менің намазым, менің нем, осылай қабылдау керексіңдер, мені бағалап құрметтеу керексіңдер деген сияқты ұғымда болдық та. Қазір ондай емес. Бұл намаз өзіме керек. Қабылдайсыз ба, қабылдаңыз. Қабылдамайсыз ба, өз еркіңіз деген сияқты. Менің бар мақсатым қазір балдарымды көтеру. Балдарымды қоғамға және де адамдарға пайдасын тигізетін азаматтардан болсыншы деймін.